Ассаламу алейкум ардақты ағайын. Бүгін сіздермен Telegram программасымен жұмыс жасап үйренетін боламыз. Telegram программасы Instagram парақшаларыңызға живой аудитория жинап, живой подписчиктер, живой аудитория жинап көмектеседі. Программамен жұмыс жасамас бұрын өзіңіздің конкуренттеріңіздің парақшаларын анықтап алып, сол парақшаларының аттарын жазып алу қажет болады. Содан кейін Telegram программасын іске қосамыз. Telegram программасы іске қосылды. Содан кейін добавить аккаунт. Яғни өзіңіздің жеке парақшаңыздың логинін, паролін жазамыз. Мен бүгін салон красоты Юми деген парақшаға подписчик жинауым керек болып тұр. Логин жазамыз, паролін жазамыз. Логин паролін жазғаннан кейін мына жерде галочка бар, галочканы бассаңыз қандай пароль жазғаныңызды көре аласыз. Содан кейін добавить аккаунт басамыз, батырмасын. Парақшамыз ашылды. Содан кейін сбор аудитория кіреміз, указать задачу кнопкасын басамыз. Мына жерге өзіңіздің мен өзім Excel Word документіне жазып алғанмын конкуренттерінің парақшаларын. Сол конкуренттің парақшасының атын жазамыз. Екінші жеріне, мына астыңғы жеріне өзіміздің жеке парақшамыздың логин, паролін жазамыз. Содан кейін логин жазғаннан кейін қос нүкте қоямыз. Қос нүктеден кейін паролін жазатын боламыз. Паролін жазғаннан кейін по конкурентам батырмасын басамыз. Осы бір жерге өзіңіздің конкуренттеріңіздің жаңағы жазып алған парақшаларды копировать етіп ставить етсеңіз болады. Немесе өзіңіз жатқа білетін болсаңыз, өзіңіз жазып шығуға болады. Бұл жерде 5000 тұра берсін. Сосын файл для сохранения деген бар. Басамыз. Мына жеріне басамыз. Ол файлды сақтау керек. Ол үшін біз мына жерге атын жазамыз. Бүгінгі датаны жазамыз. Және де өзіміздің сақтайтын папканы анықтап алып, сол папканың ішіне ұмытып қалмау үшін сақтауымыз қажет болады. Бұл сақтаған файлымыз қазір подписчик жинауға керек болады. Бастық, добавить. Бастық. Енді жаңағы парақшаны белгілеп алып, старт кнопкасын басамыз. Бұл бірнеше минут алу мүмкін. Бізге толықтай завершение дегенге дейін күтіп отыру керек болады. Қазір активны. Міне подписчиктерді жинап жатыр бізге. Мінеки бізге Telegram подписчик жинап берді. Енді бұл подписчиктерді өзіміздің жеке парақшамызға подписчик қылуымыз керек. Завершено. Енді менеджер задачаға кіреміз. Жаңа парақшамыз белгілейміз. Бұл жерде бірнеше парақша болуы мүмкін. Содан кейін
указать задачу басамыз. Бізге задач подписка жасауымыз керек. Подписка жасаған кезде мына жерде база больших быть формы ID должна быть в форме ID дейді. Жаңа біз сохранить еткен файлымыз мінеки, соны белгілейміз, саламыз. Мына жерге 0 деп қоямыз, 6 деп қоямыз. Мына жерге де галочканы алып тастаймыз. 0 6 деп қоямыз. Количество подписчиков 1000 деп қоямыз. 1000-нан артық болмау керек. 1000-нан артық болса, Instagramның өзінің защитасы бар. Сізді спамға салып тастайды. Яғни сіз вирус жаңағыдай бір қауіпті, сізден қауіпті төніп тұр деп сізді блокировкаға салып тастау мүмкін. Сол үшін 1000-нан асырмаймыз. Содан кейін белгіледік. Мына жерде қосатын кнопкалар бар. Негізі осылай тұра бергені жақсы. Стандартын настройкасымен. Содан кейін добавить задачу басамыз. Добавить задачу бастық. Міне бізде 1000 деп тұр. 1000-ға дейін істеуіміз керек біз. Осыны белгілейміз де старт кнопкасын басамыз. Мінеки подпискаларымыз кетті. Бір адамға подписаться еттік. Яғни Телеграмның жасау қызметі осылай. Сізге бұл ақпарат пайдалы болды деп есептеймін. Алдағы уақытта отписка жасайтын боламыз. Бұл 1000 подпискамызден қайттан отписаться етіп үйренетін боламыз.